Осыдан 4 ай бұрын мектеп сабақтары қысылса да қызыға аттаған бірі отбасының тұңғышы, бірі кенжесі, ата-әжесінің сүйікті де еркесі болып жүрген ұл қыздарымыз өздерінің ең алғашқы оқулығы болған әліппемен бүгін қоштасқан. Мен әлбәтте әліппе, барлық білімнің бастауымен әліппе. Бар білімнің бастауын әліппеден бастадым. Ел табасы тәрімді төбәрсін қазақтан ұрпағымны сәнімін. Алғаш мектепке білуші еттім әріпті. Оқимын қазір екісті, ектепті. Үйреткен өнәріпте. Енді біз ана береміз, әрке 9 дейміз, ижабы ұсам дейміз, шүйікті біздіңіз. Қанша әріп бар? 42. Дұрыс айтасыздар, 42 әріп бар, иә? Сөз неден құралады? Буын, дадан, дыбыстардан, әріптерден. Өте жақсы жарайды. 9-дан екеннен осынысы 9. Әліппемен қоштасайық, олай болса. Ана тілі оқулығы келді сендерге. Ана тілі басқа айтарың бар ма балаларға? Бар. Айтауын. Ана тілін армылы ұятын болып тұрып бетпе, өзге тілдің бәрінен өз тіліңді құрмет ет. Әліппені табысты аяқтауымен құттықтаймыз. Енді біз жаза білеміз, әзілді қосып әліппе риза болсаған жүрек.